2015 жылдың 28 сәуірінде еліміздің ұлы баласы қайталанбас Батырхан ағамыздан айырылдық. Жанды суытар хабардан есті жию әлі де қиын. Бірақ ағамыздың жарқын шығармашылығына бөленген көрермені қалдырған мұрадан әлі де ләззат алып, ел өміріне адал еңбекпен, кішіпейілділік пен қарапайымдылық арқылы тигізетін көмегіне ешқандай күмән жоқ. Ағамызбен ең алғаш рет 1-ші сыныпта теледидардан көріп танысып, бірден А-студио тобының тыңдарманы атандым. Сол кезден ағамыздың шығармашылығына қызығып, кездесуді армандадым. Орыс тілін білмей, Джулия, солдат любви, нелюбимая әндерінің қайырмасын жатқа білгеннен қуанышым қойныма сыймайды. Балалық шақта қой баққанда айтылған әндерімнің тізімі көрерменіме ұнады деп санаймын. Тіпті 8 жаста тәтеме шашымды дәл осылай ал деп бұйрық беретінмін. Бірақ ауылда қой қырқатын қайшыдан бұндай нәтиже күту мүмкін емес еді. Мен оны әттең түсінбей, үйде біраз жанжал шығаратынмын. Білмеймін, білгеннен бе, әлде сезгеннен бе, 2013 жылы Батыр ағамыздың Астанада қойылған соңғы концертіне барып үлгердім. Жан дүниеммен толық рахаттанған, шаттығымның шыңындағы сол сәт жүрегімде қимас естелік болып сақталды. Бірақ өкінішке орай, сол күні ағаммен бірге суретке түсе алмадым. Ағамыздың «Отан ана» әні қазақ дәстүрін, тіршілігі мен тарихын толығымен анық сипаттайтын асыл мұра. Кез келген шетелдік дос бізді білмей тұра, бұл ән арқылы ұлы даламыздың үнін түсіне алады. Соңғы жылдары ағамыз қазақ әуендері мен халық күйлеріне көңілін көбірек бөлгісі келді. Лондондағы атақты дыбыс жазу студияларының бірінде құнды аманатымыздың жаңаша сандық нұсқасын жазғысы келген. Бұл арманды өнер саласында жүрген азаматтарымыз іске асырса, келер ұрпаққа қалатын керемет байлық болар еді. Батыр ағамыздың жұлдызы көкте ешқашан сөнбес. Өйткені ағамыз әрқашан көңілімізде жетелейтін ақ сенім болып қалады. Жағатын жұлдыздарын қайран түндер-ай, өмірдің қызығына тойған күндер-ай, жүректе сағыныш боба хау сақталған, айналайын хау сайран күндер-ай.